Сәлеметсіздер ме? Teacher Dinara каналына қош келіпсіздер. Біз бүгін егов тақырыбындағы тағы бір бейнебаянымызды түсіргелі отырмыз. Ол жұмысқа орналасқан кезде немесе жұмыста әрбір жылы өзгертіп отыратын справкалар, яғни анықтамалар түрі. Ол жаңа соттылықтың болу-болмауы туралы анықтама, психиатрдан, наркологиялық орталықтан және фтизиатрдан арнайы справкаларды қалай аламыз, сол жөнінде айтатын боламыз. Ал кеттік, олай болса егов деген порталға кіреміз. Және де жоғарыда кіру батырмасын басу арқылы этцахын ключпен кіретін боламыз, яғни электронды цифрлық қолтаңбамен. Негізі мына жерде логинмен де Digital ID телефонға код келу арқылы және де QR код арқылы кіруге болады. Біз мына екінші жолын таңдаймыз, сертификатты таңдаймыз. Ол бізде мінекей басты порталға өттік. Еговтың негізгі терезесіне кірдік. Енді астына қарай түскен кезде бізде мына жерде танымал қызметтердің ішінде бірінші соттылықтың болуы не болмауы туралы анықтаманы басамыз. Онлайн сұрауды басамыз. Интернет жайлы болғандықтан күтуге тура келеді. Бізде 4 қадамнан тұрады. Бірінші іздеу, төлеу, қызмет көрсетуге қолтаңба және мәртебе деген қадамдардан. Қолтаңба қойып анықтама алу деген батырманы басамыз. Электронды цифрлық қолтаңбамен қол қоямыз. Яғни біздің ол электронды қолтаңбамыз қай жерде тұр, сол жерге кіріп, біз енді эрса ключпен қол қоятын боламыз. Парольді жазып, подписать етеміз. 4-ші қадам бұл мәртебе, яғни мәртебені жаңарту деген кезде бізде мына жерде сұранысқа шығу керек анықтама. Сұраныс өңделуде дегендіктен бізге күтуге тура келеді. Яғни мына жерде қызмет алушының сауалнамалық деректеріне ұқсас деректер болған жағдайда 5 жұмыс күні немесе 10 минут ішінде шығады деп тұр. Бізге ол жоғарыда өзіміздің аты жөніміз шығып тұрған жерді басқан кезде қызметтер алу тарихы деген бар. Сол жерге түсетін болады. Яғни мына жерде біздің берген өтінішімізге мына жерде сұраныс өңделді деп тұр. Осы жерде мәртебесінде, яғни бұл басқа екен бізде. Бұны біз осы бөлімнен алатын боламыз. Яғни жоғарыдағы қызмет алу тарихына өтіп, соттылықтың болмауы туралы мына жерде мәртебе парағы деген бар. Осы жерде 2 парақ түсіп тұратын болады. Яғни бізге кемі 10 минут немесе 5 күнді күтуімізге тура келеді. Енді бізге келесі анықтаманы алу керек. Ол денсаулық сақтау бойынша біз мына жерде толық көрсету дегенді басу арқылы
бірінші фтизиатрия бойынша, яғни бұл өкпені рентген бойынша, яғни біздің рентгендегі мәліметіміз осы жерде сақталып тұратын болады. Онлайн сұрауға басамыз. Одан кейін бұл жерде біз 3 қадамды жасайтын боламыз. Яғни өзіңізге, балаңызға, заңды қамқоршыңызға егер бар болса. Біз енді өзімізге аламыз. Қолтаңба қою және анықтама алу батырмасын басқаннан кейін электронды цифрлы қолтаңбамызбен қол қою арқылы подписать ететін боламыз. Ол бізде қай жерде тұр, сол жерден тауып алып, бұйырса ключпен қол қоятын боламыз. Одан кейін күте тұрыңыз дейді. Бізде 3-ші қадам уже мәртебе қадамы болады. Мәртебесі бұл жерде дереу шығады. Туберкулезге қарсы ұйымнан анықтама, қазақша және орысша. Біз қазақшасын скачать етіп аламыз, немесе мына жерде печать батырмасын басу арқылы шығарып алсақ та болады. Мен бұны рабочий столға сақтаймын. Туберкулез анықтама деп сақтап қоямын. Келесі бізде денсаулық бойынша назатты басу арқылы наркология орталығынан біз анықтама сұрайтын боламыз. Онлайн сұрауды басу арқылы бұл жерде кезекті қадамдарда жасайтын боламыз. Яғни өзіңізге қол қоямыз және анықтаманы аламыз. 3 қадамнан тұрады. Шықты. Наркологиялық ұйымнан анықтама. Оны да жүктеп аламыз және атын сақтап қоямыз. Наркология анықтама. Келесі бізде психиатрия денсаулық орталығынан мәлімет ұсыну, онлайн сұрау және бұл жерде де осы негізі 3 қадамды жасайтын боламыз. Өзімізге аламыз, қол қоямыз және анықтаманы аламыз. Мәртебеде психоневрологиялық ұйымнан анықтама бөлімі қазақшасын жүктеп аламыз. Мінекей, осылай біз 5 минуттың ішінде өзімізге керекті анықтамаларды алдық. Тағы да қандай YouGov арқылы қандай қызметтерді қалайсыздар, комментарийға жаза кетіңіздер, каналға жазылуды ұмытпаңыздар, және де лайктарыңызды аямаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.